Айран қазақтар және басқа да түркі халықтары ғасырлар бойы қолданып келе жатқан негізгі ұлттық тағамдардың бірі. Бүгінгі видеода тұрақты түрде айран ішкен адамда қандай өзгерістер орын алатындығын айтатын боламын. Айранның құрамында А, Б, С, Д витаминдері және калий, кальций кездесетіндіктен оның әсер ету ауқымы да кең болады. Айран жасарту қабілетіне ие болғандықтан, оны тұрақты түрде қолданатын адамдардың қартаю процесі тежеледі. Ғалымдар қандағы қант мөлшері жоғары адамдарға 3 ай бойы айран беріп бақылағанда глюкозаны айтарлықтай төмендеткендігін анықтады. Нәтижесінде қант диабетіне ұшыраған адамдарға айран ішу өте маңызды екені мәлім болды. Ғалымдардың келесі зерттеуіне қатысқан адамдар 2 ай бойы күніне 4 стакан айран ішкен болатын. Нәтижесінде холестерин мөлшері төмендеп, адам ағзасына оң әсер бергені анықталды. Сонымен қатар, айран ішу қарт адамдар үшін өте маңызды. Айран құрамындағы кальций өте жақсы сіңіп, сүйектің тығыздығын арттырады. Бұл өз кезегінде сүйектің сынғыштығының алдын алады. Айранда кездесетін пробиотиктер адам шектерін пайдалы бактериялармен толтырады. Олар ас қорыту процесін жеңілдетіп, денеге қорытылмай артық салмақ жиналуына тосқауыл болады. Сондай-ақ айранды гастрит, асқазанның ойық жарасы мен тігішек ауруларын емдеуге қосымша пайдалы өнім ретінде қолдануға кеңес беріледі. Айранда тұрақты қолдану жүрек ауруымен ауыратын адамдарға да оң әсер береді. Әсіресе тахикардия, яғни жүректің жиі соғуы, атеросклероз секілді аурулардың алдын алады. Айран ауыз қуысын кариестерден қорғауда да ерекше орын алады. Зерттеушілер айран ішу ауызды құрамында фторы бар ауыз шайғыспен жуған секілді пайдалы әсер беретіндігін анықтады. Бұл айтылғандардың бәрі тек табиғи таза айрандарға қатысты. Заводтарда шығарылған айрандар әртүрлі тазарту, өңдеу жолдарынан өтетіндіктен, бұл айтылған қасиеттердің бәрі олардың құрамында сақтала бермейді. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп қолдау көрсетулеріңізді өтінемін.